28 маусым масс-медиа қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Бұл күні журналистер 6506 әскери бөлімінің төріне шықты. Әскери қызметкерлер арнайы мерекелік концерт ұйымдастырып, бақ өкілдеріне құрмет көрсетті. Олар бір күнін журналистерге арнады. Әскерилердің жұмысымен танысып, арнайы техникалық базаны да тамашалады. Кәсіби мереке аясында бірқатар масс-медиа қызметкерлеріне арнайы алғыс хат та табысталды. Свою грудь подставляя за отчизну свою. Бүгін осылай әскери бөлімге арнайы келіп осылай марапат алып жатырмыз. Жалпы әскери бөлімнің атқарып жатқан жұмысы, елге қызмет етіп жатқаны барлықтарына мәлім. Осылай бүгін еңбегіміз бағаланып, бізге осылай сый құрмет көрсетіп жатыр. Әскери бөлім басшылығына барлығына үлкен алғыс айтамыз. Келеріңіз құтты болсын. Тек сіздерге табыс, абырой, міндет, қазақ халқымызға шындық ақпарат жеткізу тілектеспін. Рахмет. Енді қазіргі кезде ақпараттық жағдай, әлеуметтік жағдайда өзгерістер көп білінеді. Соның ішінде әскери қызметшілер туралы, жауынгерлік қызмет туралы көп ақпараттар беріледі. Оның бәрі сіздердің арқаларыңызда. Халқымыз шындық ақпаратты алып отыр. Осы ұлттық ұланның имиджімен оның өркендеу өсуіне сіздердің үлестеріңіз көп. Сол үлестеріңізге әскери бөлім басшылығының атынан көп алғысымды білдіремін.